Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте керемет, жұмсақ, балалық кезімізде жеген қоржықтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге қажетті құрамның барлығын толығымен описание бөлімінде қалдыратын боламын. Ал бастауға кірісеміз. Алдымен бізге керегі жылы сүт. Жылы сүтімізге қантты саламыз. Бізде қыздар міндетті түрде сүтіміз жылы болуы қажет, себебі осы салған қантымыз толығымен ерісе жақсы. Дайын болған қоспамызды араластырғаннан кейін жұмыртқамызды қосатын боламыз. Шанышқының көмегімен осылай сәл шайқап, үй бөлмесінде тұрған біз маргарин немесе майымызды осылай шанышқы көмегімен араластыратын боламыз. Ендігі кезекте біз шым-шым тұз бен қопсытқышты ұнға қосып араластырамыз. Ешқандай да қорықпаңыздар, майымыз толықтай қамыр илеген кезде еритін болады. Осылай аз мөлшерде бөліп ұнымызды қосатын боламыз. Бір дегенде барлығын салмаңыздар, тығыз болып кетуі мүмкін. Барлық ұнды аз-аздан қосқанымыз дұрыс. Міне көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте керемет, қолға жабыспайды, бірақ жұмсақ, қолға жағымды, өте керемет қамыр болып шығады. Ұзақ уақытқа тынықтырса да болады, егер де уақыт тығыз болса, алып жасай беруге де болады қоржықтарды. Өте керемет ыңғайлы қамыр болып шығады. Тыныққан қамырды ұнды сеуіп осылай оқтаудың көмегімен жаятын боламыз. Қыздар, оқтаумен қатты басудың қажеті жоқ, орташа қалыңдықта нанымызды жаятын боламыз. Қыздар, ендігі кезекте қоржықтарымызға арнайы форма беріп, осылай кесіп шығатын боламыз. Мен барлығын бір қалыпты, бір формада кесіп шықтым. Ендігі кезекте щетка арқылы осылай жұмыртқаның сарысын барлығына осылай видеода көрініп тұрғандай жағып шығатын боламыз. Қоржықтарымызды алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 25 минутқа қоямыз. Осымен біздің қоржықтарымыз дайын, өте жұмсақ, үгілмелі, ең бастысы өте дәмді. Егер де мен рецептім бойынша жасап көрсеңіздер, балапандарыңыз қуанатыны анық.
міндетті түрде жасап көріңіздер. Комментарийға жазып қалдырып кетіңіздер, егерде осы рецепт бойынша жасаған болсаңыздар. Егер де сіздерге менің видеом ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Гүлнұр. Астарыңыз дәмді болсын.